Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қазіргі таңда ерекше хит болып жатқан шоколадты банан әзірлейміз. Барлығын егжей-тегжейлі көрсетемін. Видеоны өткізбей, соңына дейін қарасаңыз, бір жасағаннан керемет болып шығады. Ендеше бисмиллах деп бастаймыз. Алдымен банандарымызды қабығынан аршып, бөліктерге бөліп аламыз. Бұл десертке бананды таңдаған кезде тым жұмсақ болмауын қадағалаңыз. Әр бананды өлшеміне қарай 2 немесе 3 бөлікке бөлсеңіз болады. Бір бананды осындай кішірек бөліктерге бөліп шықтым. Бізге осындай балмұздаққа арналған ағаш таяқшалар қажет болады. Кішірек банан бөліктері үшін осындай ағаш шпажкаларды да қолдануға болады. Әрбір банан бөлігіне ағаш таяқшаларымызды орналастырамыз. Құрметті сүйікті көрермендерім, қазақша каналымның ары қарай дамуына үлесіңізді қосыңыз. Видео ұнаса, пайдалы болса, тегін лайктарыңызды аямай басып, кез келген пікір қалдырыңыз. Ал жаңа көрермен болсаңыз, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Енді шоколадымыз еріп, дайын болғанша банандарымыздың бетін жауып, мұздатқышқа жібереміз. Мен бүгін какао майын қолданамын. Маған 2 грамм қажет болады. Мұндай аз салмақты дұрыс өлшеу үшін таразыны обнулять етпей өлшеу керек. Ең баяу отта араластыра отырып ерітіп алдым. Какао майының орнына кәдімгі тамақ пісіретін сұйық майды қолдансаңыз болады. Шоколад ретінде әрбір дүкеннен, әрбір өңірден табылатын Қазақстан шоколадын қолдандым. Бөліктерге бөліп, ең баяу отта әрдайым араластырып отырып ерітемін. Шоколад тез күйіп кетеді, сондықтан араластырып отыру өте маңызды. Қандай да бір түйіршіктер пайда болса, шоколад күйіп кетті деген сөз. Ыңғайлы болу үшін биік стаканға құйып аламыз. Банандарымыз шамамен 5 минут мұздатқышта тұрды. Ең қызық сәтке де келіп жеттік. Банан бөліктерін бір-бірден шоколадымызға батырып аламыз. Банандарымыз суық болғандықтан шоколад бірден қата бастайды. Сондықтан әрлейтін болсаңыз, немесе үстіне себетін болсаңыз, бірден әрлеп алу маңызды. Шығармашылық қабілеттеріңізге ерік беріп, қалағаныңыздай әсемдеңіз. Мен бүгін кокос жоңқасын, майдаланған арахис қолданамын. Вафельді ұнтақ немесе кез келген посыпка қолдансаңыз болады. Тек қана шоколадпен әрлесеңіз де керемет дәмді, әдемі болады. Банандарымызды шоколад қатқанша тоңазытқышқа жібереміз. Қалған шоколадты осындай кондициялық қаптарға құйып алдым. Ұшын аз ғана кесіп, ең алдымен тексеріп аламыз. Кейін банандарымызды әрлейміз. Ең қарапайым және ең әдемі әрлеу тәсілдерінің бірі. Келесі кезекте кіші банандарымызды әрлейтін боламыз. Қаласаңыз, толықтай шоколадқа батырып алсаңыз болады. Шоколадты банандарды осындай кішірек формада жасау балалардың мерекелерінде, балаларға арналған іс-шараларға керемет идея деп ойлаймын. Ерекше, дәмді және көз қуантарлықтай. Шоколад қатқанша тоңазытқышқа жібереміз. Шоколадқа темперирование жасамадық, сондықтан әрдайым тоңазытқышта ұстау керек. Дастарханға ұсынардан 15 минут бұрын тоңазытқыштан шығарып қойыңыз. Шоколадты банан тіпті шоколадты құлпынайдан да дәмдірек екен. Дәмдері керемет үйлеседі, сондықтан үй жағдайында міндетті түрде дайындап көріңіз. Отбасы мүшелерін қуантыңыз. Дастарханыңыздан дәм үзілмесін. Амандықта, жақсылықта, жаңа видеоларда жүздескенше.